Сәлем достар, бүгін сіздермен сигара бөрек жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен ірімшікке аскөкті салып, араластырып қойамыз. Одан кейін лавашымызды видеода көрсетілгендей етіп, 3 бұрышты формаға келтіріп кесіп аламыз. Енді кесілген лавашымызға начинкамызды салып ораймыз. Начинкамызды салғаннан кейін лаваштың екі шетін қайырып ораймыз және жабыстыру үшін бізге жұмыртқаның ақ уызын қажет болады, соны жағып жабыстырамыз. Барлық лавашымызды осылай орап аламыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен де бөлісіңіз. Толық рецепті описанияға қалдырып кетемін. Міне барлығын орап алдық. Енді қызып тұрған майда екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Жасалу өте оңай, үйдегі бар заттармен жасаймыз. Міне барлығын қызартып қуырып алдық. Дайын болған бөректерімізді тарелкамызға қойып, қасына соус не болмаса кетчуп қойып ұсынсаңыздар болады. Балаларға берсеңіздер өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Міне осылай үзген кезде арасы созылып, ірімшігі керемет болып шығады.